Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін мен әдеттегісі Феникс. Бүгінгі видеода мен сіздер менің артынан көріп тұрғандарыңыздай мен бір қойдың ауылын тауып алдым. Прикиньте, қойлар мына жерде бүкіл міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай міне мына жақта чисто қойлар ғана жүреді. Соның ауылын тауып алдым. Енді қазір біз білдіртпеу үшін біз қазір қойға айланып осы қойлардың ішіне кіріп кететін боламыз. Ендеше сіздер қазір 3-ке дейін санаңыздар, мен қойға айналып кетемін. 1, 2, 3. Опана, міне біз қойға айландық. Енді қазір қойлардың ауылының ішіне кіретін боламыз. Ендеше кеттік. Мәс қараңғы батыр екен. Қоя салайық. Мына жерде кім бар екен? Ешкім жоқ. Мәс мына жерде иттер тұрған, мынау бізді қауып алмай ма? Бүйтіп ақырындап кіріп көрейік. Жоқ, тиіскен жоқ, базы жоқ. Бұлар типа басқа бір нелер кіріп кетпеу үшін адамдар өйстіп нетіп болған ғой, типа ит күзет ретінде қойып болған екен. Енді ары қарай баратын болсақ, мына жерде дейді, ауылдың бастығы дейді. Түсінбеймін, ауылдың бастығы деген бола ма не? Ашып көрейік. Опа, мына жерде житель тұр ғой, оңай. Мына жерде кіріп көрейік. Кет бар, деуші кіріп барады. Ойбай. Достар, мен айтпақшы, қой екен ғой, мен қой екенімді ұмытып кетіппін ғой. Мына жақта не бар екен? Мына жақта есігі ашыла ма? Ашылады екен. Жаба салайық. Мәссаған, мына жерде қойлар жайылып жүр ғой, базар жоқ. Мына жерде кәдімгідей ағаштар, мына жерде кәдімгі қойлардың мына жерде арманы жоқ қой, базары жоқ. Енді мына шөбін жеп көрейік, дәмі қандай екен. Фу, ё-майо, дәмі қандай, бірақ жаман ғой дәмі. Қойлар шөпті қалай жеді, базары жоқ. Енді біз қазір ары қарай барып көрейік, тағы да не бар екен. Мына жерде қойлар өзі рақаттанып жайылып жүр екен. Енді мына жақта шығатын жер қай? Енді мына жақта қарап болдық. Мына жерде үлкен ағаштар бар екен. Мына жерде бүйтіп шығамыз да. Ой-ой, опана деп шығамыз. Мен мына жаққа кіргім келіп тұр. Ё-мойна, ішінде не бар екен? Енді мына жақта не бар? Ё-мойна, мына жақта не бар екен? Бүйтіп кіріп, мына жерде симайым ғой, базары жоқ. Сындырайық. Жайтмын, қазір қоя саламыз. Бүйтіп лайықта қайтын шығамыз ғой. Ё-мой, мына жерде не бар? Анау типа жем ғой, неге беретін, қойға беретін. Базар жоқ. Мына жерде кәдімгі жемге бай екені, базар жоқ. Мына ішінде не бар? Мәссаған, мына жерде шөп қой, қойға беретін шөптер ғой, базар жоқ. Көп екені, ё-майо. Анау типа андай жем, шөп сақтайтын жер ғой дейме. Мен бүйтіп қайтан қоя салайық. Есікті жаба салайық. Енді мына ішінде не бар екен? Мынаның ішінде ештеңе жоқ екен. Бұл жаққа симаймыз. Бұл жақты тастамай қойық. Енді ары қарай барып ек. Мәссаған, мынаның қарасында ішінде жерде кәдімгі шөптер егіп қойыпты ғой, базар жоқ. Опа-ана, қараңдар достар, мына жерде қойлар қорада тұр екен. Мына жерде қойдың бағасы 60 мың теңге дейді, базар жоқ. Не деген қымбат қойлар, ё-майо. Мына жерде дәу тура мен сияқты екен қойлардың бәрі, базар жоқ. Енді мына жерде анау су ішетін жер ғой, базар жоқ. Мына жерде тоже сондай. Мына жерде тоже бірдеңе жазылып тұр ғой дейме. Мына жерде қойдың бағасы 50 мың дейді. Ана жерде 60 мың, мына жерде 50 мың. Мына жерде кәдімде арзан екен, 10 мыңға. Сонда қойлар сонда андай не ма, онша емес па, арық па сонда? Жоқ, екеуі бірдей сияқты. Үшін кіріп көрейік мына жерге. Опа, сияқты екенбіз. Мәссаған, қараңдар, шөпті қараңдар, жемді қараңдар, базар жоқ. Чё там, қалайсыңдар? Мен аналардың сөздерін түсінбеймін ғой, ё-ма, базар жоқ. Қой, шығақ. Кір. Кір. Ой, ё-ма, қойды шығарып ағасың ғой, базар. Менде
мен қазір ана жердегі бағанағы шөпті алып келейін. Так, ол қыз шөпті алып келсем артымнан еріп жүреді ғой. Так, ой омайы. Так, мына шөпті алайық. Так, мына қайтадан 5 палева қоя салайық. Так, кетік жүріңдер. Так, мына артым жүре ма? О, міне. Да, жүр саған. Достар, көрдіңдер ма? Шөп жейді ғой, сол шөпті может қарны ашып тұр ма? Так, кіргізерек бүйтіп. Кірдіңдер. О, кірді. Так, есік жаба салайықшы. Осы жаптық. Так, достар, мен сіздерге бір күшті нәрсе істеген келіп тұр. Так, бүйтейік. Мына жердегі бүйтеміз да, бүйтеміз. Так, мыналар қазір екеуі мә саған бала шыққан ғой, кішкентай қой. База жоқ, мыналар екеуі бәрі 18+ істеп отыр десең, так, жарайды. Так, боп, жарайды, біз шығып кетейік. Так, мына есікті жаба салайық. Так, мына жерде көріп біттік. Так, мына үйдің ішінде не бар екен? Үйдің ішінде ештеңе жоқ екен. Так, ары қарай бара берейік. Так, мына жерде не бар екен? Мына жерде тоже сондай ағаш. Мына жерде тоже андай қойлар жайылып жүреді ау дейме. Так, сондай. Мына жерде гүл әдемі екен. Так, біз мына үйдің ішіне айтпақшы кірмедік қой. Так, мына не бар екен? Ой, май қанышты ғой, симай. Так, нә саған. Жарайды, есікті қайтадан қоя саламыз. Так, мына жер столовый ма, мына жер базар жоқ. Мына жерде сонда адамдар келіп жұмыс істей ма не? Бүгін айтпақшы выходной ғой бүгін, воскресенье ғой бүгін. Бүгін может бүгін демалыс шығар оларға. Так, саған мына жерде мынаны қараңдар. Мына жерге сорпа пісіріп қойыпты ғой. Мынаны қарасыңдар, қызыл сорпа. Мына жерде морков бар. Мына жерде саған пышақтарды қараңдар. Пышақтар базар жоқ екен. 3 түрлі пышақ. Мына жерде шкаф бар екен. Саған сковородка. Так, мына жерде андай тамақ пісіретін бір заттар. Так, мынау қараңдаршы, торт. Мына тортты жегім келіп тұр. Так, мынау ашылмайды, базар жоқ. Так, мына жерде көріп бітті. Так, мына есікті қайтадан қой көрік. Пока что бүйтіп қоя салайық. 5 палева қашып кетейік. Так, мына жерде не бар екен? Мына жерде тоже су екен. Су алатын жер ғой қойларға. Так, опа, мына жерде бір қой жайылып жүр ғой. Так, мына ішінде не бар? Так, мына ішінде ештеңе жоқ екен. Так, кеше бар. Так, ары қарай барайық. Так, мына үйдің ішінде не бар? Мына үйдің ішінде тоже ештеңе жоқ. Мыналар үйлердің іші бәрі пустой екен. Так, енді ары қарай барып көрейік. Так, мына жақта не бар? Мына жақта тоже анау не ғой, андай адамдардың үйлері ғой, мынау қойлардың иесі ғой. Так, енді ары қарай барайық. Так, опа, ар жақта бір үй бар екен. Так, мына жақта тоже бұл типа андай не ғой, қонақ үй сияқты ғой, или может адамдардың өзінің үйлері ма сатып алған. Так, мына жақта барайық. Так, мына жақта не бар екен? Так, мына жақта ештеңе. Опа, мынау не тағы да? Төсектің астында бірдеңе тұр ғой. Так, әлде мынау бәрінде сондай ма? Так, мына жақта ондай емес. Так, қарап көрейікші. Жоқ, мына жақта ондай емес. Так, түсінбедім достар, сонда мынау төсектің астында бірдеңе бар ма? Так, мына есікті сындырайық. Опа, қайтадан қоя салайық. Так, саған қараңдар. Төсектің астында бірдеңе бар, ё-мое. Сындырайық. Мынаңғар достар, немене? Астына түсетін бір жер тұр ғой, ё-мое. Кетік түсіп көрейік, ё-мое. Мен ешкім көріп тұрған жоқ қоя. Так, кеттік ал. Так, ой, симайым ғой мына жаққа. Так, алаяқта сындырайық. Симайым. Так, мынаны сындырайық та. Ой, достар, қойларды қамап қойған ба? Не үшін? Так, саған достар, мынау түсінбедім, мынау не мынау? Мені қараған достар, мынау не ғой мынау? Типа мынау операция істеген кезде мынау кесетін пышақтар ғой. Мына жерде укол тұр. Так, мынау не тағы да? Ё-мой, достар, сонда мынау қойларға эксперимент істеген ма не? Саған мыналар қуаманалар не үшін қойға эксперимент істеп жүр? Так, түсінбедім. Таңарсыңдар, мына жерде неше түрлі кітаптар, мынау зеле ғой, ё-мое. Так, мына жерде тоже, так, мына жерде кітап тұр. Так, кітапта не бар? Кітапта жазу түсініксіз, ағаш тұр. Мынау немене түсініксіз. Так, мына жерде шөп тұр. Үстімен алайық.
мә саған қойларды улап жатыр ма әлде қойдан так қойды өлтіріп әлде соның орнына бірдеңе жасап шығарайын деп жатыр ма түсінбедім. Так мынау не үшін мына жерге қойлар қамап эксперимент істеп жүр? Так түсінбедім. базар жоқ. Так мә саған қойып қойшы мына жерден шығып кетейік. ё-моё әпсе қазір бізді біреу көріп қойып жүрсе. Так мә мына жерден шыға алмай қалдым ғой. Так опа так қайтадан бүйтіп жаба салайық. әпсе бізді қазір жаман ойлап қалып жүрсе. Так ё-моё бағанағы төсек. Так ана жақта төсек болу керек. Так мына есікті сындырайық. мә уже қараңғы батып бара жатыр ғой. Так күн шығара салайық достар, ренжімеңіздер. Так мына жақта не бар? мына төсекті алайық та қайтадан орнына қоя салайық. ё-моё бізді қазір көріп қойып жүрсе. Так төсекті қалай қояды мынау? Так бірінші төсек. Так түсінбедім. Так мына төсек қойылмай тұр ғой. Так қойып қойшы, мына қойылмайды. короче мә достар, мен қаштым. ё-моё мына жерде что-то мына жер қорқынышты ғой. ё-моё мен де қазір мына жерден шыға алмай қалып жүрмейін. қазір мен маған да эксперимент істесе. Так мына итеріспей. Так все достар, мен осымен видеомыз аяқталды. мен ойлағанмын тағы да біраз кішкене қарап жүремін ба деп едім. что-то ана қойларға қарап, анау укол соларды қарап что-то қорқып кеттім. ё-моё мен негізі өзім уколдан қорқамын. Так достар, давайте сіздерге мына видео ұнаса каналға жазылып лайк басып кетіңіздер. давайте мен кеттім.